Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге өте оңай, жұмсақ, сатып алғаннан да дәмді болып шығатын бөлкелер жасайтын боламыз. Бұл видеода екі түрлі бөлкенің түрімен бөлісетін боламын. Ниеттерге видеомды соңына дейін көріп, лайк басып арнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен жылы суымыздың үстіне дәніне қарай тұз, құмшекер және тұрғыш қосып араластырамыз. Қаласаңыздар тек судан емес, сүт қосып жасасаңыздар да болады. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып, 15 минутқа қойып қоямыз. Енді үстіне жұмыртқа мен пісте майды қосып, жақсылап араластырамыз. Ұн қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр осылай қолға жабысатын болады. Енді үстіне кішкене пісте май қосып, тағы да илейміз. Қамырымыз неғұрлым жұмсақ болса, бөлкеміз де піскенде нәзік болып шығады. Қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Шамамен 40 минутта осылай көтеріліп шықты. Енді қамырды бірнеше бөлікке бөлеміз. Барлығын бірдей бөлікке кесіп болған соң, осылай дөңгелектеп шығамыз. Енді қазір бөлкенің екі түрімен бөлісетін боламын. Бірінші түрін осылай жайып, бабочка қылып, видеодағыдай жасап шығамыз. Барлығын жасап болған соң, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Енді бөлкенің екінші түрін жасаймыз. Бірінші осылай қамырды жайып аламыз. Жайған қамырдың шетін осылай кесіп шығып, ішіне джем немесе варенье салып, видеодағыдай ораймыз. Барлығын осылай жасап шығамыз.
Бұл бөлгелерде бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Бөлгелеріміз пісіп дайын болды. Енді осылай бетіне сахарный пудраны сеуіп сәндесеңіздер болады. Осымен бөлгелеріміз дайын, өте оңай, жұмсақ, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әлде көп рецепттер болады.